I will love you in the morning. I will love you all the night. Even though your dream is calling, just keep staying by my side. Hot dog. I'm just kidding. You're a hot dog. You're a hot dog. Дәл осындай сапалы, әдемі әрі әлеуметтік желілерде көп лайк жинайтын фотолар мен видеоларды сіздер де түсіре аласыздар. Тек ол үшін кішкентай ғана телефонның барлық мүмкіндіктерін жетік пайдалана білу керек. Where bunnies come from? Yeah. Bunny. Қазіргі осы біздің замандағы ұялы телефондардың негізі функциялар ішінде өте көп, өте былайсым күрделі де емес. Біріншіден соткаға, жаңа ұялы телефонға түсіру үшін настройкаға кіріп, настройканың ішінде проф деген нелер режимнің ішінде болады. Содан арқылы ISO-ны қойып, балансты қойып, бүкіл настройкасын қойып түсірсе, жаңағы сурет әдемі шығады. Яғни бастысы телефондағы камера функциясын автоматты режимнен Pro деп аталатын кәсіби режимге ауыстыру қажет. Мысалы, экранның сол жағында фокусы қойылмаған фото, ал оң жағында қойылған. Ал мұнда жарық жеткіліксіз қойылған. Мына суретте жарықтың балансы дұрыс есептелмеген. Фотоның композициясы, например, қойған объектіміз бұл зат болсын, немесе адам болсын, басқа болсын, оны қалай бір шетке алып түсірген жақсы ма, әлде төбесінен түсірген жақсы ма, астына түсірген жақсы ма? Әрине бұл шетіне қойып түсірген жақсы болады. Сондықтан сондай заттарға мән беру керек. Суреттер түсіріліп болғаннан кейін, ол фотосуреттер кәсіби фотоаппаратта түсірілсін, немесе ұялы телефонда түсірілсін, міндетті түрде өңделеді. Ол үшін қазіргі таңда көптеген әдіс құралдары бар, солармен танысамыз. Қазір мен жаңа фотоаппаратта суреттерді флешкадан компьютерге көшіріп алдым. Ең бастысы бірінші ол жерде біз Lightroom деген программаға саламыз фотоны. Сол жерде жаңа Тұрар айтқандай световой баланс дейді, сол жердегі светтің балансын қоямыз осы программада. Қазір істеп көрсетейін сіздерге. Осы жерде ең бастысы ағартамыз кішкене, сосын контраст кішкене қосамыз. Сосын светтің түсін кішкене қанықтау оламыз. Сарғайып кеткен жерлерін кішкене алып, тазалап, светтің балансын келтіреміз. Lightroom деген программа интернетте бар, кез келген адам үйінде өзіне көшіріп алып, YouTube'дан уроктарын қарап, үйреніп, өзі үйде істей берсе болады. Светтің балансын келтіріп болғаннан кейін біз оны экспорт шығарып, Photoshopқа саламыз. Ол жерде ретуш деп беттерін, жаңа тақтар болса, соларды тазалаймыз. Қазіргі шыққан телефондарда ретуш телефонмен, ұялы телефондарда істесе болады. Осымен фото дайын. Кез келген өзіңіздің әлеуметтік желідегі жеке парақшаларыңызға болмаса, Instagramға сала берсеңіз болады. Әлеуметтік желілерде тек қана фотографиялар емес, видеоларда көп адамды таңқалдыруда. Солардың ішінде көбі видеоредакторлардың арқасында. Өзіңіздің ұялы телефоныңызға түсірілген қысқа метражды видеоларды сол телефонның өзінде немесе компьютеріңізге көшіріп, күрделі редакторлардан өңдей аласыз. Көптің көңілінен шыққан бағдарламалар ішінде Cinema FX, Final Cut және Andromedia HD секілді редакторлар бар. Сонымен біз бүгін бос уақытта фото, видео материалдарды қалай өңдеуге болатындығын көрдік. Лайықты өнерге лайктар да табылады.